Құрметті әріптестер, оқушылар, ата-аналар. Жаңа жыл бірлік пен татулықтың, әр отбасы үшін ырыс пен берекенің жылы болсын. Мен баршаңызды жаңа 2021 жылмен құттықтаймын. Аспанымыз ашық, денсаулықтарыңыз мықты болсын. Ескі жылдың қайғы мұңын ұмытып, өкпе назын барлығын артқа тастап, кіріп келе жатқан жаңа жылды көтеріңкі көңіл күймен, таза, тың ойлармен қарсы алайық. Кіргелі тұрған 2021 жаңа жыл өзінің дайындап отырған қуанышты, бақытты сәттерін көп қылсын. Жаңа жылда үйлеріңіз нұрға, құшақтарыңыз гүлге толсын. Жаңа жыл құтты болсын. Күніміз, жалындасын жүзіміз, қуанышпен кетсін жаңа жылымыз. Жаңа жылым, шаттығым, арайланып атты күн, тілейікші елімізге сәтті күн. Жаңа жыл, жаңа жыл, жаңа жыл, ақ көрпесін жамылды ғой дала қыр. Жаңа жыл, жаңа жыл, жаңа жыл, шалқытайық шаттық әнмен жаңа жыл. Жаңа жыл, ақ көрпесін жамылды ғой дала
қаласының оқушылары, балалары күтіп қалды. Қай қала? Ақтөбе. Қане ата тездетіп балаларды құттықтап жіберейік. Амансың ба ұлдарым, амансың ба қыздарым, қандай жарқын жүздерін, қандай әсем жырларын. Асулармен алысқан аталарың сендерге шаршап келді алыстан. Ал шырақтарым, жамандықтың бәрі шыққан жолында қалып, келе жатқан сиыр жолында отбасыларына амандық, дендеріне саулық, аспандарына ашық болсын. Сабақтарында жақсы оқып, ата-аналарыңызды қуантып жүре беріңіздер. Мен де Аяз атаның сөзіне қосылам. Оқушылар, жаңа жыл өзінің бақытымен, шаттығымен, ырыс несібесімен келсін. Балалар, сіздер ата-аналарыңызды әр уақытта қуантып жүріңіздер. Оқуда озат болыңыздар. Ең бастысы денсаулықтарыңыз мықты болсын. Жаңа жылдарыңыз құтты болсын, балалар. Ал немере, бізді басқа балалар күтіп қалды. Келесі қай қала?